Audanarалық такси ішінде сізді мен күтетін боламын. Сізге кітапханамызға келіп түскен жаңа әдебиеттерді насихаттап, және де сізге сұрақ қоятын боламыз. Ал кеттік, сізді күтеміз. Кітаптар болда жұмыстарыңыз азаймасын, оқырмандар қазіргі жастар, мына болашағымыз жастардың қолындағы балаларымыз, жастарымыз да студенттер болсын осы кітапқа қызығушылығы артса екен дейміз. Сіз бүгін жай таксиға емес, біздің кітап такси жобасына отырдыңыз. Баратын жеріңіз қай жерге дейін барасыз? Акиматқа. Аха. Бұл кітап такси жобасы Сәкен Сейфуллин атындағы орталықтан кітапхана жүйесінде аудан ортасында өзіміздің осы кітап такси жобасы жүзеге асырылады. Аптасына 2 рет шығып отырамыз. Біздің кітапханамызды жастарға кітапханадағы бар көркем әдебиеттерді, кітаптарды насихаттау және жастардың кітапқа деген қызығушылығын ояту мақсатында осылай жүріп отыратын боламыз. Енді сізге біздің кітапханамыздағы жаңадан келіп түскен әдебиеттерді таныстырып өтейін. Бұл бізде Санжар Керімбайдың «Бейсен болмыс» деген кітабы. Сонымен қоса Решат Нури Гүнтекиннің «Беймаза бозторғай» кітабы. Осы кітаптар сіздерге таныс па, сізге оқығансыз ба? Оқымадым. Осы кітаптарды біздің кітапханадан алып оқысаңыз болады. Және де Оралхан Бөкейдің «Қар қызы» қазір көптеген сұранысқа ие кітаптар осы біздің оқырмандарымыздың арасында. Және де Сәуле Досжанның «Тағдыр тоғысқанда» деген өте қызықты кітабы. Осы кітаптардың бәрін біздің кітапханаға келіп, сіз біздің кітапхананың оқырманысыз ба? Тіркелгенсіз ба? Бізге кітапханаға келіп тіркелсеңіз болады. Біздің оқырман ретінде удостоверениеңізді алып келесіз, және біз сізді тіркеп аламыз. Сосын сізге кітапты үйге береміз. Біздің кітапханаға жазылу бәрі тегін. Енді сізге бір сұрақ қоятын болсам, сіз өзіңіз қазіргі таңда қандай кітаптар оқып жатырсыз? Қазіргі таңда оқып жүрсіз. Негізі бұрын оқыған кітаптарыңыздың қандай кітаптар есіңізде бар? Абайдың қара сөздері, Бауыржан Момышұлының Шыққан ұя. Өте жақсы. Жүзеге асырған әр 90 сайын осылай аудан ортасында неге шығып отырамыз кітап такси жобасынан. Кітап такси жобасының негізгі міндеті жастарды кітап оқуға тарту, және де біздің үлкен кісілерге де болады. Біздің кітапханамыздағы жаңадан түскен әдебиеттерді насихаттау, және де біздің кітап оқырмандарымыздың ізгі лебіз тілектерін тыңдау ретінде осы кітап такси жобасы жолға шығатын болады. Балаларым сондай жерде өлең нелер шығарады. Сіздің балаларыңыз сол енді біздің жас оқырмандарымызға негізгі бір оқитын өзіңіз оқыған кітаптарыңыздың ішіндегі жақсы ұнаған кітабыңызды айтасыз. Қай кітапты оқысаңыз? Мен Мұқағали Мақатаевтың кітаптары. Оның өлеңдері ән айтқан әке сол кісінің сіздің балаларыңызға жаңағы өлең шығарып нететін өзіңіз айтасыз ба? Осы кітаптарды оқыңдар деп өздері талқыланады. Кішкентай күнде сол. Жақсы. Сіз өзіңіз қандай кітап оқырсыз? Мен негізі орысша оқимын. Орысша оқимын да. Білмеймін, мен кітап оқимын деп айта алмаймын. Мен уақытша кітап оқимын. Детектив жақсы көремін дамы соға. Это Донцовон детективін жақсы көресіз. Жақсы. Ал біздің кітапханамыздың визиткасы біздің әлеуметтік желілерде осы ВК, Facebook, Instagram парақшаларында